Сәлем достар, Суперкенчиктің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге манты әзірлейтін боламыз. Мантының бүгін жолдарының екі әдісін үйрететін боламын. Видеоның соңына дейін көп лайк бас, комментарий қалдыра кетіңіз. Әрине, егер сіз менің арнамды бірінші рет болып, сіз арнаға жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде подписаться етуді ұмытпаңыз. Манты жасауға кірсеміз, ол үшін бізге ұн, су, бір қасық қана сұйық, татымына қарата қара бұрыш пен тұз, 800 грамм фарш және де пияз қажет. Бірінші қамырын жасауға кірісеміз. Тұзымызды суымызға салып аламыз. Бір қасықтай сұйық майонезді құямыз. Енді ұнымызға салып қамырымызды илейміз. Қамырымыз қатты, біркелкі болу керек. Ара-арта қолмен илейміз. Мінекей қамырымызды илеп біттік. Қатты, өз формасын ұстап тұратын қамыр болды. Енді бетін жауып алып қоямыз. Салмасын жасаймыз, ол үшін бізге пияз, фарш, тұз, қара бұрыш және аздап су қажет. Бірінші пиязымызды лука-резкаға салып аламыз. Егер лука-резка болмаса, барынша пиязыңызды сақтап тұру керексіз. Пиязымыз біркелкі болғанша ұсатамыз. Мінекей біздің пиязымыз сақталды. Пиязымызды салып алдық. Енді мұнда фаршымызды саламыз. Дәміне қарата тұз саламыз. Және қара бұрыш саламыз. Және аздап су құямыз. Су құйған кезде біздің салмамыз өте сулы, әрі әдемі болады. Сондықтан аздап су құямыз. Енді барлығы біркелкі болғанша араластырамыз. Қамырымызды өзімізге ыңғайлы болу үшін, яғни жайғанға ыңғайлы болу үшін бөлшектерге бөліп аламыз. Енді бетін жауып қоямыз, қамырымыз қайысып қалмас үшін. Ал мына қалған қамырмен мантының басқаша бір түрін үйреткім келіп отыр. Көбінде негізі осы түрін қолданамын мен. Яғни әрбір мантының қамырын жеке-жеке жаямын. Қамырларымызды бір манты салуға жетерліктей етіп кесіп аламыз, яғни кішкентай-кішкентайдан етіп. Бір қамырымызды алып алдық, енді аздап ұнға алмаймыз, қатты емес, аз ғана, себебі біздің қамырымыз прессі болғандықтан ол қатты жабыспайды. Енді дөңгелетеміз. Қайталап барлық қамырымызды дөңгелетіп аламыз. Және әрбір қамырымызға салмасын саламыз.
яғни фаршымызды. Және бүгеміз. Мен бүккенде былайынан бірінші мына жағын майыстырамын, екінші мына жағын қайталап келемін. Тағы да майыстырамын. Мына екінші жағын кәдімгі шашып өргенге ұқсайды, бірақ тестаны солай екі жағын бүйтіп отырып өретін боламыз. Бір жағын, екінші жағын, бірінші жағын, екінші жағын мінекей бүйтіп бүктеп тартамыз осылайынан. Бір үйреніп алсаңыз, кейін қолыңыз үйреніп кетеді, өте тез жасайтын боласыз. Міне, дайын. Дәл осылай қалған қамырларымыздың барлығын бүгіп шығамыз. Маған мантыны осылай жасаған ыңғайлы. Егер сіздерге қамырды үлкен етіп жайған ыңғайлы болса, яғни үлкен қамырды жайып, кейін 4 бөлшектеп бөліп жасаған ыңғайлы болса, онда солай жасасаңыздар болады. Қазір 4 бөлшектелеп бүгудің түрін көрсететін боламын. Бірінші өзімнің сүйікті түрін көрсеткім келіп тұр. Мінекей, дайын. Және де бұлай ортасына дейін бүгуге болады. Кейін екінші жағын былайынан айландырып, екінші жағында дәл солай бүгуге болады. Яғни ол кезде мынандай болады. Ана жерде бізде аяқталған шеті, мына шетінде қалды ғой, мына аяқталғаны. А мұнда аяқталмай керісінше ортасына келеді, екі жақта былайынан болып. Бірақ маған мынау ыңғайлы, тез-тез жасағанға да ыңғайлы. Сондықтан осылай барлығын жасаймын. Мынандай бір бөлшек қамырымызды алып, жұқалап жайып жатырмыз. Міне ешқандай үнсіз жайып жатырмын, жабыспайды, себебі бұл прессовый тесто, яғни қамырымыз өте қатты болды. Енді мен бұны бүйтіп айландырып орап жаюым үшін аздап ұн себем. Все-таки жабысып қалмас үшін. Бірақ осы размерге дейін жайғанда мен ешқандай ұн қолданған жоқпын. Енді қамырымды дәл осылай жая беремін. Бір келкі бешбармақтың қамыры тәріздес қамыр болғанша жая береміз. Мәмсірді. Бағанағы жасаған мантыларымызды астына май жағып, яғни кесочкамен май жағып, үстіне мантыларымды орналастырып шықтым. Енді мына қамырға көшеміз. Қамырымыз жұқа, бізге қажетінше жұқалықта пайда болды. Енді қамырларды 4 бөлшектеп кесеміз. Өзіңізге қалай ыңғайлы 4 бөлшектеп кесу, солай кессеңіз болады. Мысалы, біреулерге оқтауға орап кескен ыңғайлы, біреулерге осындай тұрған жерінде кескен ыңғайлы деген сияқты. Әркім өз қалауынша, өз ыңғайына қарата мантыларды кесіп жасаса болады. Неге қамырымыз жұп-жұқа, әп-әдемі болды. Енді бұлай 4 бөлшектеп шығамын. Және мамалардың ең күшті үйреткен нәрсесі ол мантыны құрастыру әрине, былаймен. Бәріңіз де құрастырып көрген шығарсыздар деп ойлаймын бала кездеріңізде. Мантыны құрастыруға қалған кезде, сосын мамалар мантыны бүктіріп қоятын еді ғой бізге. Бүгін манты жейміз, давайте манты бүгіндер деп. Барлық бөлшегіне фаршымызды салып шығамыз, начинкамызды. Міне қамырларымызға барлығын салып алдық. Енді бұл манты түйу үлгісін біздің аналарымыз бала кезден бізге үйреткен десек болады. Былай, екінші жағын былайынан, сосын екі шетін былайынан қайырамыз. Бұл да самый оңай түрі. Бала кезде мамамыз бізге бүктіріп қалған кезде дәл осы түрін үйрететін. Сіздерде қалай үйреткенін білмеймін енді, маған мама осыны үйреткен. Міне осылай. Бұл классикалық түрі деп айтсам болады, барлығы білетін. Мантыварканың астына су құйып қайнатып жатырмын. Мұнда 4 лист манты дайын болды, мынау жаңағыдай өрілген түрі. Мынау кішкентай қалған қамырлардан құрастырып жасап қойдым.
ысырап болмасын деп. Және мындай бөлгеннен екеу бар. Әлі менде біраз қамыр, біраз манты бар. Бұны енді морозильникке салып қатырып қойсам ба деп тұрмын. Бүгіндікке осы 4 лист мантыны пісірсем ба деп тұрмын. Мантымызды қызып тұрған плитамызда шамамен 30-45 минут аралығында пісіреміз. Піскенін алып дәмін көріп көрсеңіз болады. Енді қақпағын жауып қоямыз піскенше. Барым пісті. Қазір тарелкаға салатын боламын. Өте керемет болып шықты. Мантыларымызды уже салып алдық. Өте керемет болып шыққан мінекей. Енді мына мантыларымызды саламыз қазір. Мантыларымыз дайын. Бетіне сары май жақсаңыз болады, немесе пиязбен, сәбізден арналған арнайы подлив жасап берсеңіз болады. Қаймақпен немесе майонезбен дастарханға ұсынсаңыз болады. Сіздер жасап көріңіз, жасалуы өте оңай. Өзіңізді және жақындарыңызды дәмді тағамдармен қуантыңыз. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоблогта жүздескенше.